Сәлем достар, бүгін мен сондай шабытым ашылып, сіздермен бір қарапайым, бірақ та өте маңызды оймен бөліскім келіп отыр. Қазіргі заманда бәріміз көп нәрсеге үлгергіміз келеді. Таң атпай тұрып, спортқа барғым келеді, бір жағынан жұмыс істегім келеді, бір жағынан ақша тапқым келеді, балалардан да мында тасығым келеді. Бәрі қызық, бәрі әдемі көрінеді, бірақ шынын айтсақ, біз барлық жерде жақсы бола алмаймыз, барлық жерде үлгере алмаймыз, барлық жерде нәтижеге жете алмаймыз. Мысалы, бір бақшаны көздеріңізге елестетіп көріңіздерші. Егер сіз 10 гүлді бірдей суарсаңыз, біреу де толық өспеуі мүмкін. Ал егер сіз тек бір гүлге бар күшіңізді беріп, оны күнделікті суарып отырсаңыздар, ол гүл ерекше болып ашылуы мүмкін. Сол сияқты өмірде де бір нәрсеге фокус жасағанда ғана нағыз нәтижеге жете аламыз. Алдымен өзіңізден сұраңызшы, маған не оңай беріледі, мен қолымнан не келеді, қабілетім қай жерде деп, мен не істегенде уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалам. Қай істі істегенде жүрегім сондай қуанады, шабыттанады деп. Мысалы, біреу тамақты керемет істейді. Ал біреу болса видео түсіруді жақсы көреді. Біреу адамдарды күлдіріп, шабыттандыра алады. Ал біреу дизайн жасай алады. Сол қабілеттеріңіздің ішіндегі ең мықтысын тауып, соны дамытуға тырысыңыз. Кей адамдар бір нәрсемен айналысу қызық емес, тез жалығам деп айту мүмкін. Бірақ шын мәнінде фокус жасағанда ғана тереңдей аласыз. Сол кезде ғана шеберлік деңгейіне жетесіз. Мастер деп айтады ғой, мастер бола аласыз. Енді сол қабілетіңізді қалай монетизацияға шығаруға болады деп ойлаңыз. Мысалы, жақсы сурет салатын адам мастер-класстар өткізе алады, немесе суреттерін сата алады. Қазір Каспиден бәр жерден сатып жатыр ғой. Видео түсіре алатын адам ютубта арна ашып, одан табыс таба алады. Тамақ дайындайтын адам рецепттермен бөлісіп, немесе блог жүргізе алады, немесе сол пісірген тамақтарын барып магазиндерге сата алады. Қарап тұрсаңыз, қазір мүмкіндіктер өте көп. Тек бастысы бір нәрсеге фокус жасап, сол бағытта үздіксіз даму. Кейде қиын сәттер әрине болып тұрады. Қиындықтар енді келеді, нәтиже бірден көрінбейді ғой. Бірақ сол сәтте тоқтап қалмау. Ең үздік адамдар бір бағытта жылдар бойы еңбек еткендер. Сондықтан, достар, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менің ең мықты қырым қайсысы, қайда? Сол қырымды дамытып, одан пайда табуға қалай көшемін? Есіңізде болсын, фокус ол сіздің ең үлкен досыңыз. Ол сізді шашыраудан сақтайды ғой. Және армандарыңызға әрине апарады. Егер осы ойлар сізге пайдалы болса, пікір қалдырыңыздар, ой бөлісіңіздер, бірге пікірде сөйлесейік, талқылайық, әңгімелесейік. Келесі кездескенше сау саламат, аман болыңыздар.